тұра не айтамыз көп жерде? Вот қазір айтып жатырсың ғой Тәңіртау деген. Қалай қазақтарды кетірді? Сіз енді қазір біз Алатаудың бөктерінде отырмыз ғой, да? Тура қазір Негізі Тәңіртау дейді ғой оны, иә? Тянь-Шань тауды. Қытай Тянь-Шань деп атайды. Негізі қазақша Тәңіртау. Вот міне. Тура қазақшасы Тәңіртау. Оны кейбіреулер айтып жүр ғой, Тянь-Шаньскийдің атына қойылған. Жоқ, олай емес. Ол кезінде ғұндарды сақтардың кезінде, көктүріктердің кезінде түркілер биік жерге шығып тұрып табынатын болған Аллаға. Иә, Тәңірге. Тәңірге табынатын болған. Сол жер ана таудың төбесінде кәдімгі кішкентай көлдер бар. Адам түсінбесе, енді ол өте биік тау ғой. Соның төбесінде көлдер, жазықтар бар. Сол жерге шығып отырып Тәңірге құлшылық қылған түркілер. Содан бар ол жер Тәңіртау аталған. Мәселен, содан ары қарай, Тәңіртаудан ары қарай Алтын тау бар. Шүлен тау бар. Қай жақтан? Ғұндар тауы бар. Тибетке дейін, Гансуға дейін, Гансуға қарай ары қарай кетіп жатыр ғой. Үрімжіден ары қарай. Енді соның бардың аты жаңағы Ғұндар тауы бар. Ғұндар тауын қытайлар Гунмошен деп аударып алған. Жаңағы Алтын тау бар. Жинляншан, Алтын тау қазақшасы. Оны Жинляншан деп қытайлар қытайшалап алған. Тура сол сияқты Тәңіртауында Тянь-Шань деп, Тянь деген Тәңір, Шань деген тау. Тәңіртау деп аударып алған. Енді сол жердегі соның бөктерінде отырған қазір түгелімен қазақтар отыр. Осы жерде біз Алатаудың бөктерінде қалай қазақтар отырмыз? Тура сол сияқты ол жерде де таудың бөктерінде қазақтар отыр. Ең шұрайлы, ең көркем, ең керемет жерде. Енді қазір соның барлығын қытайлар не істеп отыр? Сол жерде отырған қазақтарды қалаға түсіріп, қаладан кредитке үй беріп, ана жерлерді алып қойды. Алдап қулап. Алды, әрине. Ол жер болашақта ең қымбат жерлер. Қалаға түскен бұл жерде екі түрлі саясаты. Bir жерді алады, екіншісі ұлтты қытайландырады. Қалаға түскен Қытай, қазақ әрине тез қытайланады. Қытай ішіне түсіп. Ана қырдағы жерді алады. Автомат түрде екі жақтан ұтылып отыр. Ұлтсыздану, қытайлануға да тез жерді алу керек. Себебі біледі ғой, қазақтар кезінде Османның кезінде де ылғи қырға шыққан қазақтар күш бермейді. Соғыса береді, көтеріліс қылады, ана болады. Оспан Батыр сияқты. Оспан Батыр. Қазақты атынан түсіру, таудан түсіру, бұл басты саясат, негізгі саясат. Қазір қазақ соған өздігінен бас соғып болды. Барлығы ойға қалаға түсіп, балалар қалады. Қазір 20-дан жоғарғы, 20-дан төменгі жастар қазақша білмейді. Қазақ мектеп жоқ. Қазақ орталық ешқандай сөйлейтін мүмкіндік жоқ қой. 60-тан асқан әжелер мен апалар менен немерелер қазір түсінісе алмайды. Себебі жастар қазақша білмейді. 60-тан асқан үлкен кісілер қытайша білмейді. Себебі бұрынғылар отырған кезде қытайша болған жоқ қой. Тек қазақ мектебі, қазақ салт сана, ғұрып әдет, салт дәстүр болды. Ол қай жақтағы? Қытайдың қай жағында? Шинжаң, Қытай Шинжаң автономиялы орайында іле қазақ. Bütün Шоймақ өңірі жалпы сондай. Жалпы сондай. Ол бізге бір таңғаларлық нәрсе болып тұрған, ол жақта қазір таңғаларлық нәрсе емес. Қазір шекараға дейін Қытайыңыз уже лықсып толып болды. Енді оны біз бұл нәрсені көзге ұстай отырып, алдағы Қазақстанға келіп жатқан бұл Қытай мәселесі туралы ойлануымыз керекпіз. Бұған қуанатын нәрсе емес. Өз басым қатты қорқамын бұдан. Бұл алдағы 50 жылда, 100 жылда, 100 жыл емес. Бұрынғы Шинжаңға Қытайлар осылай келген. Кәдімгі кішкентай көрпесін көтеріп, бір талдан, екі талдан келеді. Біз сол жерде өмір сүріп жүргенде, ол жерде Қытай болмайтын, Қытай болмаған. Біз таңғалатынбыз. Қытай ішкен кесені біздің әжелеріміз, үлкендеріміз анау мұсырға лақтыратын күресінге. Жиркеніп, иә? Ішуге келмейді. Күпар тамақ ішкен ыдыспен деп. Немесе жаңағы күлге, ол кезде енді қазіргі фери жоқ қой, күлге аунатып тұрып, қайнаған сумен 3 қайтара жуып, содан кейін қолданатын. Міне. Енді 70-ші жылдарда, 80-ші жылдарда сондай болған қазақтарда қазір Шинжаңда қазақ көрмей қалуға айналдық. Міне, қазіргі мына ғасырдағы экономикалық даму, мынау кез келген жақтан дамудың ғарыштап ұшып бара жатқан заманы ғой.
көрдіңіз 50 жылда Шинжаң кетті, жоқ болып кетті қазақтар. Енді тап осы мына дамыған ғасырда Қазақстанды басып қалу 2 миллиардқа жақын Қытай үшін үлкен мәселе емес. Біз бұдан қорықпай қазір bütün ашып тастап отырмыз. Құдай сақтасын енді. Енді сақтансаңыз сақтасын дегенмен бұл қорқынышты мәселе. Біз орыс емес, қорқатын мәселе бізде шығыстағы көршіміз. Бұл өте қауіпті мәселе. Сондықтан абайлау керек, жан-жақтылы бізде. Енді көршімізге қойған көшіп кете алмаймыз ғой. Иә, бізге қашатын жеріміз жоқ. Вот, қашатын жеріміз жоқ болса ешқайда қаша алмайды. Бірақ дегенмен Қазақстандағы олардың көз тігіп отырған жері бар, басқа байлығы бар, сан түрлі мәселесі бар. Дегенменен сақтықпенен абайлап, ептеп араласқан дұрыс. Жалпақ шешейлікті қойғанымыз жөн. Егер біз осы жалпақ шешейлікпен кететін болсақ, енді 30-50 жылда қазақ таппай қалуымыз мүмкін. Құдай сақтасын. Мен өз басым солай ойлаймын. Рахмет.